Сәлематсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Қыздар, кешірім өтінем, бүгін мен мына екі жақта уақыт айырмашылығы бар екен ұмытып кетіппін. Сондықтан осындай ыңғайсыз жағдай болып қалды, бірақ уайымдамаңыздар. Қазір сабақты өткіземін. Егер дайын болсаңыздар, маған плюс деген белгі қалдырсаңыздар, мен қазір сабақты бастайын. Уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Кешірім өтінем, үлкен қыздар, уақыт айырмашылығын ұмытып кетіппін. Қыздар, қазіргі бүгінгі сабақты жалпы қазіргі өзімізді ояту мақсатында жұмсаймыз. Яғни өзіміздің қай точкада тұрғанымызды, өзіміздің өміріміз қандай, осы бүгінгі сабақты ояту мақсатында жұмсаймыз. Қазір мен сіздерге бірнеше сұрақтар қоятын болам. Осы сұрақтарды қойған кезде кәдімгідей өзіңіз іштей жауап беріңіздер. Осы сұрақтардың жауабын естіген кезде өзіңізге инсайт дейді, яғни өзіңізге белгілі бір мөлшерде нақты өміріңізге қатысты жауаптар келе бастайды. Осы жауаптар арқылы өміріңіздің қай тұсын өзгерту керек екенін, қай тұсы сізге ұнамайтындығын терең сезінесіз. Кәдімгідей осы жауаптар сізді жетелеп алдыға қарай жылжыта бастайды. Сондықтан мен қазір сабақты бастаймын, былай қойып қояйын. Енді қағаз алайын әдеттегідей. Қазір мен сіздерге сұрақтар қоя бастаймын. Сол сұрақтарды тыңдап отырып, өзіңіз кәдімгідей жауабын өзіңізге айта отырып, мен қойған сұрақтардың өзіңізге өмірлік тәлім ала отырыңыздар. Мысалға, өміріңіздің барлық қиын сәттерінде жеке өз басым, өмірімнің қандай да бір қиын сәттерінде мен өзіме сұрақ қоям. Осы сұрақтарды қою арқылы мен өзімді дұрыс арнаға бұра бастаймын. Кеше мен айтып өттім ғой сіздерге, біздің адамдардың барлығы қатты екпінмен жүріп келетқан пойыз сияқтымыз. Біз көп нәрсені терең сол моментінде терең түсініп, терең түйсіне бермейміз. Яғни біз көбіне әйтеуір күнделікті ұйқыдан тұрамыз, жұмысымызды істейміз, әйтеуір үздіксіз өмірімізді сүріп келе жатырмыз. Адамдардың барлығы күн сайын адамның ойына 75 мың ой келетін болса, сол 75 мың ойдың 95% күнделікті қайталана беретін ойлар. Біз зомби сияқтымыз. Адамдар бір істі үздіксіз жасап жылдар бойы бір істі үздіксіз жасаймыз да, өміріміз неге өзгермейді, неге менің өміріме өзгеріс келмейді деп налдый бастаймыз. Сондықтан қазір өміріңіз өзгеру үшін, сіздің өміріңізге басқа істерді қосу үшін қандай сұрақтар қою керек екеніне мен терең тоқталатын болам. Үнемі өзіңізге, егер қандай да бір тығырыққа тірелсеңіз, егер сіздің көңіл күйіңіз болмаса, егер сізде бір сәтсіз істерді бастан өткеріп жүрсеңіз, егер сізге жан-жағыңыздағы қарым-қатынас ұнамаса, өзіңізге жақсы, дұрыс сұрақтарды қойып үйреніңіз. Осы сұрақтарды қою арқылы сізге осознанность, яғни өмірді терең түйсіну кірет миыңызға. Осыны терең түйсіне бастағаннан кейін, сіз оның шығатын жолын өзі-ақ сізге Алла тағала нұсқай бастайды. Енді сұрақтар. Бір жылдан кейін, егер дәл осы істерді істеп жүрсем, дәл осы әрекеттермен өмір сүрсем, менің өмірім қандай болады? Бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін мен өміріме көңілім тола ма? Мен өзімді жақсы көремін бе? Мен өзімді жақсы көремін бе?
Мен өзіме лайықты уақыт бөліп жүрмін бе? Мен өзімді құрметтеймін ба? Осы сұрақтардың жауабын жазып шықсаңыздар да болады. Болмаса, қазір мен айтып отырған кезде жауабын ойланып, өзіңіздің миыңызға сіңіре отырыңыз. Менің денсаулығым қандай? Менің денсаулығым қалай? Менің бүгінгі әдеттерімнің, бүгінгі әрекеттерімнің Мен өзімді бейшара сезінемін бе? Жоқ әлде өмірімді толық жауапкершілікке аламын ба? Мен өзімді бейшара сезінемін бе? Жоқ әлде өмірімді толық жауапкершілікке аламын ба? Мен жұрттың пікіріне тәуелдімін бе? Мен жұрттың пікіріне тәуелдімін бе? Менің бүгінгі әрекеттерімнің соңы қайда апарады? Менің бүгінгі әрекеттерімнің соңы қайда апарады? Мен өзімді бейшара сезінемін бе? Жоқ әлде өмірімді толық жауапкершілікке аламын ба? Мен жұрттың пікіріне тәуелдімін бе? Мен жұрттың пікіріне тәуелдімін бе? Мен өзімнің мүмкіндіктерімді толық сезінемін бе? Яғни мен өзімнің мүмкіндіктерімді толық сезінемін бе? Мен дәл бүгін өмірімді өзгерту үшін қандай қадам жасай аламын? Мен дәл бүгін өмірімді өзгерту үшін қандай қадам жасай аламын? Мен армандаған өміріме жеттім делік. Ол өмірдегі менің көңіл күйім, эмоциям қандай? Мен жан жағыма махаббат бөлемін бе? Мен жан жағыма махаббат бөлемін бе? Мен қалаған өміріме жетуім үшін не істеуім керек? Мен қалаған өміріме жетуім үшін не істеуім керек? Мен қалаған өмірге жетуім үшін нені меңгеруім керек? Осы сұрақтарды өзіңізге кәдімгідей терең түйсініп қойып шығыңызда жауапты естіңіз. Ең алғашқы шыққан жауап, ең бірінші откликация еткен жауап, ол нағыз дұрыс жауап. Одан кейін
қандай да бір қайтадан сізді ішіңіздегі миыңыздағы шошқа басқарып, қайтадан жалқаулық сізді еңсеріп, еңсеңіз түсіп, ештеңке жасағыңыз келмейтін сәтте осы сұрақтарды қоя бастаңыз. Дәл бүгін жасамасам қашан, яғни дәл бүгін болмаса қашан деп сұраңыз. Өзіңізге өзіңіз сұраған кезде кәдімгідей орныңыздан атып тұрасыз. Дәл бүгін болмаса қашан, яғни қашан жасайын бұны, дәл бүгін болмаса. Екінші сұрақ, жалқаулық келген кезде қоя алатын сұрақтар: мен неден қашамын, яғни мен неден қашамын. Үшінші сұрақ: мен өзімнің қандай болашағымнан өзімді айырып жүрмін. Үшінші сұрақ. Төртінші сұрақ: мен ешқандай әрекет жасамай, қалай мен бизнесте, болмаса жеке кәсібімде, болмаса материалдық тұрғыда, жалпы қарым-қатынаста қалай жетістікке жеткім келеді. Мен ешқандай әрекет жасамастан бизнесте, болмаса жеке кәсібімде, болмаса жұмысымда, болмаса мансабымда, болмаса материалдық жағдайда, күйеуіммен, отбасыммен қарым-қатынаста, айналаммен қарым-қатынаста ешқандай әрекет жасамасам, қалай нәтижеге жеткім келеді. Одан кейін мына сұрақты қойыңыздар. Бір жылдан кейін менің өмірім қандай болады? Бір жылдан кейін менің өмірім қандай болады? Бір жылдан кейін менің өмірім қандай болады? Дәл бүгінгі әрекеттерім менің арманыма жетуіме көмектесе ме? Енді ең маңызды сұрақтың бірі, осы сұраққа 10 жауап тапсаңыз, тіптен керемет болар еді. Ол мынандай сұрақ: мен арманыма не үшін жеткім келеді, яғни не үшін жеткім келеді армандаған өмірге. Мен армандаған өмірге не үшін жеткім келеді дейсіз да, осыған 10 жауап жазасыз. Бірінші, бақытты болу үшін. Екінші, балаларымның болашағы үшін. Үшінші, күйеуіммен жақсы қарым-қатынас жасау үшін. Төртінші, әлемді көру үшін. Яғни мен армандаған өмірге не үшін жеткім келеді деп сұрақты өзіңізге қоясыз. Егер сіздерге барлығы естілген болса, әрі қарай жалғастырам, маған плюс қалдырсаңыздар. Енді әрі қарай кеттік, қыздар. Осы сұрақтарды кәдімгідей терең ойланып, бүгін жауабын табуға тырысыңыздар. Осы сұрақтардың жауабын тапқан кезде сізде кәдімгідей санаңызда сілкініс болады. Осы сұрақтардан кейін сіз кәдімгідей орныңыздан тұрғыңыз келеді. Міндетті түрде өміріңіздің қандай да бір сәтінде өз-өзіңізге сұрақ қойып үйреніңіз. Егер сіз өзіңіздегі реакцияны байқаңыз, егер сіздің ішіңіз былай жыматса етіп отырса, бір адамдармен сөйлескен кезде, бір ортаға барған кезде, жаңа бір істерді бастаған кезде, өміріңіздің өзіңізге ұнамайтын тұсында сіздің ішіңіздің бір
кәдімгідей тырысып отқанын байқайсыз. Яғни бұл сіздің өміріңіз өзіңізге ұнамайды деген сөз. Ал егер сіздің ішіңіз расслаблено, босаңсып, спокойно отырсаңыз, бұл кез келген нәрсені сіздің ойыңызда тыныштықта отыр деген сөз. Яғни сіз ішіңіздің тыныштығын байқай бастасаңыз, онда сіздің басыңызда тыныштықта отыр, онда сіз кез келген істі ешқандай қиындықсыз, былайша айтқанда спокойно барып жасай аласыз. Сондықтан өзіңіздің миыңызды басқара алмасаңыз да, өзіңіздің тәніңізді басқарып, өзіңізді үнемі тәніңізді қадағалап жүріңіз. Және үнемі өміріңіздің әрбір қиын сәтінде, егер сізге ұнамайтын тұстарында, егер бір кедергіге тап болып қалдыңыз ба, егер сіз бір қиындықтан шығар жол таппай қалдыңыз ба, егер сізді депрессия ала бастады ма, онда сұрақ қойыңыз. Сұрақ кәдімгідей мына бастағы қатып қалған ойларды сейілтіп ажыратып жібереді. Мысалға, егер бір бүкіл доптарды бір жерге жинап қойып қойса, олардың арасын бүйтіп ашып жіберсеңіз, доптардың бәрі ары қарай шашырап ұшып кетеді ғой. Сол сияқты миға кейде көп деген ойлар, қажетсіз ойларды ойлай берсек, олардың бәрі жабысқан кір сияқты, болмаса бір мысалға бөтелкенің аузына барлық күл қоқыс жабысып қалса, оның ішіндегі су ақып шықпай қалады ғой. Сол сияқты бір арнаға жабысып қалады сіздердің ойларыңыз. Оны ыдыратып жіберу үшін өзіңізге сұрақ қойып үйреніңіз. Өміріңіздің әрбір сәтінде мен дұрыс жасап жүрмін ба? Менің мысалға бүгінгі әрекетім дұрыс па? Менің бүгінгі қарым-қатынасым дұрыс па? Мен қазіргі мысалға біреу туралы жаман ойлап отырғаным, біреу туралы жаман айтып отырғаным, осының бәрі дұрыс па деп өзіңізге сұрақ қойып, өзіңіздің қай жерде тұрғаныңызды, қалай қарай келе жатқаныңызды, осының бәрін өзіңізді жетелеп, өзіңізге ментор бола бастайсыз. Сондықтан сұрақ қоюды кәдімгідей әдетке айналдырыңыздар. Енді тағы бір жалқаулыққа байланысты бір тәсілді айтайын деп отырмын. Мен ол тәсілді үнемі жасап тұрам. Мысалға, мен жаңағы бір істі мен де сіздер сияқты бастағым келмейді. Мені де жалқаулық ала бастайды. Шіркін-ай, мен де жата берсем деп ойлаймын. Кейде мысалға қарапайым ғана үйде ыдыс көп үйіліп қалады, тау болып. Сосын оны жуғым келмейді да, мысалға, қарапайым ғана мысал. Сол сияқты бір шама кітаптар үйіліп қалады, оқимын деп алып келген. Оны оқығым келмей қалады. Болмаса сол сияқты бір қатар істерді кейінге шегере беретінімді байқаймын. Осы әдеттен құтылу үшін мынандай тәсіл жасасаңыздар болады. Міндетті түрде көз алдыңызға кәдімгідей жұмыңызда ыдыстың жуылғанын елестетіңіз. Мысалы, ыдыспен түсіндіріп отырмын мен сізге. Сосын жуылғанын елестетіңізді, ол жуғаннан кейінгі сіздің көңіл күйіңіз қандай болды? Ыдыс жуылып біткен кезде сізде қандай сезім болды? Сол сезімді елестетсеңіз, сол сезім сізге шабыт береді, орныңыздан атып тұрғызады. Мысалға, үйіңіз шашылып жатыр, бірақ сіздің былайша айтқанда ынтаңыз жоқ үйіңізді тұрып жинауға, орныңыздан тұруға. Сол кезде кәдімгідей үйіңіздің жиналып жарқырап тұрған елестетіңізді, сол сезімді елестетсеңіз, сіз орныңыздан қалай өзіңізге шабыт бергеніңізді білмей қаласыз. Мысалға, кітапты оқып біткен кездегі сезімді елестетіңіз. Болмаса спорт залға барып, бір сағат спортпен айналысқаннан кейінгі сезімді елестетіңіз. Нені жасағыңыз келмейді, соны бітірген кездегі сезімді елестетсеңіз, сіз кәдімгідей орныңыздан атып тұрасыз. Сосын өміріңізге тағы бір терең түйсінетін дүние, ол қыздар, 2 минутта орындалатын жаңа шаруаны кейінге ысырмаңыздар. Бізді құртатын, біз шаруаларды кейінге ысырып, жаңағы мен айтқандай ойдың жинақталған сияқты көптеген шаруаларымыз істелінбей жинақталып қалады. Көп шаруаларымыздың жаңа тау болып үйіліп қалғанын байқаймыз да, бірақ оны бірден еңсеруге шамамыз жетпейді, және біз осыған қиналып жүреміз да, осыны қашан бітіреміз, деп өкініп жүреміз. Сол кезде осы шаруаларды бірден бітіру үшін 2 минут, егер ол шаруаның орындалуына 2 минут уақыт кететін болса, бірден орындап тастап үйреніңіз. Кәдімгідей өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен бұл шаруаны орындау үшін қанша уақытым кетеді? Егер біреуге телефон шалу, жаңағы біреуге нұсқау беру, бір істі істеуге небәрі 2 минут уақыт кететін болса, онда орныңыздан тұрып істеңіз. Бұл қарапайым ғана тәсіл,
кәдімгідей сіздің шаруаларыңыздың көп боп шоғырланып қалуына, кері жаңағы шоғырланып қалмауына жақсы ықпал етеді. Сондықтан осындай өзіңіздің шаруаларыңызды көбейтіп, өзіңіздің арқаңыздағы жүгіңізді өзіңіз жаңағы ауыртпаңыздар. Арқаңыздағы жүгіңізді көбейтпеңіздер. Енді бір тағы бір сіздерге айтатын бүгінгі шаруа, мамия тут дейді Қалиева. Сіз мамаңызбен отырсыз ғой деймін. Сондықтан осы кейінге шаруаны міндетті түрде ысырып қалдырмаңыздар. Содан кейін мен Брайан Трейсидің бір керемет тәсілі есіме түсіп отыр. Бұл ақпарат жалпы жұмыс істейтін әйелдерге арналады. Брайан Трейси айтқан болатын өзінің керемет семинарларының бірінде, яғни ол былай айтқан болатын. Яғни шаруаларды тындырған кезде бүкіл тындырылмаған шаруалардың тізімін жасаңыз. Қаншама шаруаларды біз кейінге шегере береміз. Бір күн орындаймыз, сосын орындаймыз деп. Бүкіл орындалмаған шаруалардың барлығы сіздің бойыңыздан күшіңізді, қуатыңызды алып жатыр. Өйткені сіз ол туралы ойлайсыз, шіркін ай қашан орындаймын, орындамадым ғой деген сияқты. Одан бөлек орындалмаған шаруалардың барлығы сіздің бойыңыздан өзіңізге деген сенімді азайтып жатыр. Себебі сіз оны орындамағаннан кейін өз-өзіңізді жек көре бастайсыз. Мен неге орындамадым? Осыны орындап тастауым керек еді ғой деген ойлар сізді мазалайды қанша айтқанмен. Сондықтан Брайан Трейсидің тәсілі мынандай. Яғни бүкіл шаруалардың тізімін жазасыз, бүкіл орындалмаған шаруалардың тізімін жасасыз да, бір-біріне ұқсас, яғни тәсілдерді бірге шоғырландырасыз. Мысалы, жаңағы үй жинауға қатысты істерді бірге тоғыстырып тізім жасайсыз, жұмысыңызға қатысты істерді бірге тоғыстырасыз, барлық істерді пункт-пунктпен бір-біріне ұқсас істерді кәдімгідей тізім бойынша бірге тоғыстырасыз. Мен сіздерге түсінікті тілде айтып жатырмын ба? Мысалға, тек қана бір үй жинауға қатысты іс болса, яғни оны бірге істейсіздер, қалған жұмысыңызға қатысты істі бірге, осылай бөлек список жасап шығасыз. Сол кезде бұл сізге не үшін керек бұл тәсіл? Яғни бұл тәсіл сізге бірден жаңағы істерді жылдам орындап тастауға кәдімгідей көмегін тигізеді. Егер сіздің тізіміңіз аралас болып тұрса, бүгін мысалға үй жинау, ертең жұмыстағы біреумен кездесу, ары күні тағы бір нәрсе десе, оларды орындау кәдімгідей қиындығын туғызады. Сондықтан ең орындаудың оңай жолы Брайан Трейсидің, яғни бір-біріне ұқсас істерді бірге атқарып тастау. Бір-біріне ұқсас істерді бірге атқарып тастаған кезде сіз оның жылдам аяқталғанын кәдімгідей білмей қаласыз, қалай жылдам аяқталғанын. Енді мен сіздерге тағы да Брайан Трейсиді тілге тиек еттім ғой. Брайан Трейсидің 4 бір керемет ақылын сіздерге айтып берейін. Яғни мен енді Брайан Трейсиді өте жақсы көрем. Жазып отырсаңыз жылдам бітеді, жазып отырсаңыздар жылдам. Сізді жазбағаннан кейін, мида ұстағаннан кейін ол бітпейді. Әйтеуір күндердің күнде бітірем деп жүрсіздер. Ал егер сіз жазып, кәдімгідей жинақы түрде өміріңізге жинақылықпен келсеңіз, біраз шаруаны істеп тастағаныңызды өзіңіз байқайсыздар. Брайан Трейсиден 4 ақыл. Күн сайын құнды істерді көбірек жасау. Яғни, сіздің өміріңізге біз кейбір құнсыз, қажетсіз істерге көбірек уақытымызды бөлеміз. Яғни, өміріңізге осознанно, яғни өміріңізге кәдімгідей дұрыс көзқараспен қарап, күн сайын құнды істерді көбірек жасау. Екінші ақылы Брайан Трейсидің. Екінші тәсілі Брайан Трейсидің. Екінші тәсілі міндетті түрде қажетсіз істерді мүлдем жасамау. Яғни, өзіңіздің өміріңізге, өзіңіздің болашағыңызға, жалпы өзіңіздің өсуіңізге қажетсіз істерді мүлдем жасамау.
Үшінші ақылы Брайан Трейсидің бұрын жасамаған істі жасау. Яғни бұрын жасамаған істі жасау. Бұрын жасамаған істі жасау. Төртінші тәсілі, әр істі жасаған кезде оның жылдам орындалуын жан-жағыңа қарап, яғни оның жылдам орындалуын терең меңгеру төртінші тәсілі. Яғни осы төрт ақыл кеңесті Брайан Трейсиден алыңыздар, міндетті түрде өмірлеріңізге енгізіңіздер. Сіздерге бір жақсы жаңалық айтайын, қыздар. Мен бүгін эфирге 3 мәрте шығам. Өйткені қазір мен садақаға кетіп жатырмын. Қайта-қайта маған телефон шалып жатыр. Сондықтан мен осы екінші сабақтың, үшінші сабақтың айтылмаға қалған тұстарын қазір 2 сағаттан кейін мен тағы да прямойға 15-20 минутқа шығамын. Бүгін мен сіздерге 3 рет шығамын. Сондықтан әзірге қоштаса тұрамыз. Осы сұрақтарды өз-өздеріңізге қою арқылы жауаптарыңызды тауып қойсаңыздар, мен қазір сіздерге 2 және 3 сағаттан кейін шығып, тағы да тапсырмалар берем, одан кейін кешкісін тағы шығам. Бүгін сіздерге 3 мәрте шығамын, қыздар. Осымен сау сәлеметте болыңыздар. Қазір сақтап қоям сабақты. Сәлематсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар, қыздар? Айнұр Асқар қызы, мен прямой эфирдемін. Қыздар, қалайсыздар? Қазір сабақ бастаймыз. Лена, сәлематсыз, қалыңыз қалай? Өз қалым тамаша, қыздар. Мен сіздерге, қыздар, уайымдамаңыздар. Егер мен сіздерге айтқым келеді, мен көңіл бөлмей сіздерді қалдырмаймын, сабақты миларыңызға құймайынша мен сіздерден шығып кетпеймін. Тіпті артық сабақ өткізсем де, артық күн қоссам да, мен сіздердің саналарыңызға сілкініс әкелмейінше сабақтан шығып кетпеймін, уайымдамаңыздар. Қазір енді менің өзім де ойлап қалдым, не себептен Ақтауға баратынның алдында сабақ қойдым екен деп қарбалас болып жатыр. Бірақ ол қарбаласқа қарамастан, тіпті мен тағы да бір қосымша сабақ қоссам да, сіздерге барлық білетін ілімді барынша беруге тырысам. Сондықтан егер бөліп атсам да, мысалға мен күнделікті сабақты 30 минут деген, бірақ 30 минуттан асырып берсем де сіздерге барынша ұлағатты ілім, барынша өмірлеріңізге өзгеріс әкелетін дүние жасауға тырысам. Сондықтан уайымдамаңыздар. Мен сіздерге қазір жалпы графикті түсіндіріп қояйын деп отырмын. Қазір мен бүгін бір 20 минутта эфирге шығамын. Одан кейін кешкісін уақытын жазамын, тағы да тікелей эфирге шығамын да. Мен сіздерге бір күнге тапсырма берем, бүгін кешкісін. Содан кейін сіздер 29 күні сол тапсырманың орындайсыздар. 30 күні мен кешкісін бір күн тағы да эфирге шығамын сіздерге. 31 күні тағы бір күн шығамын. Яғни мен сіздерге арнайы күндер қосып отырмын. 30 күні, 31 күні 2 рет шығамын мен, бүгін кешкісін, сонымен 3 рет тағы да эфирге шығам, уайымдамаңыздар. Егер мүмкіндік болып, егер айтылға үлгермеген шаруаларым болса, алдағы күндер тағы да қоса салам. Ең бастысы айтылған дүниеден тұжырым шығарыңыздар. Мен осы күндері кешегі сабақтың барысында, жалпы таңертеңгі кешкі сабақта және бүгінгі сабақ барысында көптеген дүниелерді айттым. Ең бастысы сабақты тыңдау емес, ең бастысы нәтиже шығару, ол тыңдаудан да биік. Сондықтан міндетті түрде айтылған сабақты ұғуға тырысыңыздар. Бірінші сабақты бірнеше мәрте қарап шығыңыздар. Және міндетті түрде айтылған тапсырмаларды орындаңыздар. Егер сіздер қазір дайын болсаңыздар, маған плюс деген белгі қалдырсаңыздар, мен сіздерге ары қарай сабақты жалғастырамын. Егер сіздерге жақсы естіліп тұрса, жақсы көрініп тұрса, плюс деген белгі қалдырыңыздар. Қазір сіздермен 20-30 минут біргемін.
Мен сіздер тастап кетпеймін, уайымдамаңыздар. Егер мен мойныма жауапкершілік алған болсам, сіздерге барынша жалқаулықтан құтылуға көмектесемін. Сондықтан уайымдап маған уақыт бөліңізші, көңіл бөліңізші деп уайымдамаңыздар. Артық күн қоссам да мен сіздерге көңіл бөлемін. Өйткені маған әрбір жазылған адамның, әрбір менің жаңа өмірімді өзгерткім келеді деген адамның, әрбір адамның маған ниеті өте қымбат. Сондықтан мен сіздердің сабақты асығыс, үсігіс өткізіп, сіздермен қоштаса салмаймын, уайымдамаңыздар. Мен бұрынғы сабақтарыма қатысқан қыздар біледі, мен 2,5 сағат уақытымды арнайтын тұғым. Алдыңғы сабақтардың бәрі сақталып тұр. Ол сабақтардың барлығын көріп алыңыздар. Және бүгінгі қазіргі шығып жатқан сабақтардың барлығы сақталады. Мен сіздерге айтып тұрмын ғой, тағы да қайталап айтылам, сабақтың соңына шейін жеткізбейінше сабақты аяқтамаймын, парақша сақталып тұр. Сондықтан уайымдай бермеңіздер. Мен ертең Ақтауға қаласына келгендіктен Бекет атаға қарай жол жүріп бара жатырмын. Ертең жолда болам, бірақ сіздерге тапсырма беріп кетем. 30 күні кіремін мен сіздермен, 31 күні тағы да мен сіздерге уақытымды арнаймын, қыздар, арнаймын. Енді дайын екендеріңізді білдім. Ары қарай сабақты жалғастырайын. Мен сіздерге кешегі сабақ барысында мынандай тапсырма берген болатынмын. Яғни өздеріңіздің нақты өмірлеріңізді өзгеру үшін өздеріңізге мысалға сабаққа қатысуға мүмкіндіктеріңіз болмай қалуы мүмкін да, сіздердің болмаса онлайн сабақ сатып алуға мүмкіндіктеріңіз болмай қалуы мүмкін. Болмаса жалпы өмірде онлайн сабақ болса да, болмаса да өздеріңізге мотивация беріп отыруларыңыз керек. Мен бұл жайында өзімнің тікелей эфирімде де айтылған болатын, бірақ мен тағы да бұл ақпаратты қайталап айтам. Міндетті түрде өздеріңізге шабыт беретін өмірлік бір үлкен тұлғаны таңдап алыңыздар. Және ол тұлғаның өмір баянын толық зерттеп шығыңыздар. Мысалға, Дейл Карнеги жалпы Абрам Линкольннің өмірінен қатты шабыт алған. Тіпті оның өмір баянын, қай жерде туылғанын, қандай өмірде ұлағатты істер атқарған, қандай жерде қандай сөздер айтқан, бүкіл өмір баянын жатқа біліп алған. Кейін ол «Неизвестный Линкольн» деген кітап жазған, Дейл Карнеги. Сондықтан ол Дейл Карнеги өзінің жалпы осы кітаптарында, естеліктерінде айтады, өмірден тығырықтан жол шығатын таппай жатқан кезде, не істерімді білмей жатқан кезде, маған Авраам Линкольн өмірі қолын созды. Яғни сіз не істеріңізді білмесеңіз, кейбір сұрақтарыңызға жауапты білмесеңіз, біз әдетте не істейміз? Өзімізді қоршаған адамдардан сұрай бастаймыз ақыл кеңесті. Бірақ бізді қоршаған адамдар, біздің айналамыздағы адамдар ол тығырықтан шығатын жолды олар да анық білмеуі мүмкін, олар да қателесуі мүмкін. Кейде солардың ақылына сүйенеміз деп өзіміз одан ары қарай қателесіп кетеміз. Сондықтан мен сіздерге міндетті түрде бүгінгі тапсырма, өздеріңіз бүкіл интернетті қазып, Google-ды ақтарып, өздеріңіздің өмірлеріңізге шабыт беретін бір ұлы тұлғаны табыңыз. Бір немесе бірнеше, менің өмірімде бірнеше тұлға бар, маған қатты қиналған кезде шабыт беретін. Мысалға, мен білемді, жалқаулық менің бойымды алып, өмірге деген құлшынысым төмендеп кеткен кезде, мен сол тұлғаның өмір баянын оқи бастаған кезде, сол тұлғаның айтқан ұлағатты сөздерін оқи бастаған кезде, орнымнан қалай тұрып кеткенімді білмей қалам. Енді сол Абрам Линкольн мысалға ең қызығы, өзі жаңағы Дейл Карнеги Абрам Линкольннан ұлағат алса, ал Абрам Линкольннің өзі жалпы Джордж Вашингтонның өмірінен тәлім тәрбие алған екен. Сондықтан қарап отырсаңыз, мысалға өте қызықты жағдайда, мысалға сіз ол адамның өмірін бүге-шүгесіне дейін зерттей отырып, қалай өзіңіздің де өміріңіздің, қалай өзіңіздің де көзқарасыңыздың өсіп кеткенін байқамай қаласыз. Мәселен, менің өзім кішкентай кезімде кітаптарды көп оқыдым бала кезімде. Кейін ойлап қарасам, менің бүгінгі қалыптасуыма, менің бүгінгі кей көзқарастарымның дұрыс болуына сол бала кездегі оқыған кітаптарым өзінің дәнегін салып кеткен екен. Сондықтан міндетті түрде өзіңізге бір ұлы тұлғаны тауып алыңыз.
және ол тұлғаның өмір баянын бүге шүгесіне дейін кәдімгідей жаттап алыңыз. Сіз, мен айтып отырмын ғой, кеше ғана Дипак Чопра деген ұшақта отырып, сол кісінің кітабын оқып отырдым. Сіз нені жиі ойлайсыз, сіз ойыңыз қандай ойлардан тұрады, сол ойыңызға келетін дүние міндетті түрде сіздің өміріңізде орын табады. Мысалға біздің, мен айтып өттім ғой сабағымда, бізге әрбір секундына біздің сознаниеміз, подсознаниеміз болса, әрбір секундына біздің сознаниеміздің көзі бар, біз көреміз, естейміз, сезінеміз, ұстаймыз, мұрнымызбен иіс сеземіз, аузымызбен дәм сеземіз де, сол арқылы біздің сознаниемізға әртүрлі ақпараттар жиналады. Көргеніміз, естігеніміз, дәміміз, аузымызбен сезген, мұрнымызбен иіскегеніміз, қолымызбен ұстағанымыз, осы бесеу арқылы, бес сезіну арқылы біздің миымызға әртүрлі ақпараттар жиналады. Сонымен қатар біздің подсознаниеміз, яғни бүкіл подсознаниеде бүкіл подсознаниемізде қаншама біздің көзімізге көрмейтін энергетикалық тұрғыда қаншама секундына ақпараттар болып жатыр. Қаншама. Мысалға, мен қазір Ақтау қаласында отырмын, мынандай кафеде отырмын, жан-жағымда адамдар отыр, ана жақта кофенің дайындап жатқан дауыс естіліп жатыр, одан бөлек фонда музыка естіліп жатыр, пәленбай гүлдер тұр жан-жағымда. Осы подсознаниеге секундына 400 миллион ақпарат жетеді екен, подсознаниеға, яғни подсознаниеға секундына. Осының ішінде бізге ол біздің миымызға, яғни соның 40-ын ғана алып келеді екен. Секундына, яғни біздің санамызға тек 40 ақпаратты ғана подсознаниеміз бізге жеткізіп отырады. Ол қандай 40 ақпарат? Ол 40 ақпаратты қалай ол елеп, екшеп бөліп алатына 4 миллион ақпараттың ішінен сол 40-ты қалай алады десек, шын мәнінде ол 40 секундына біздің сонда санамызға 40 ғана ақпаратты жеткізіп отырады. Ол біздің мына миымызға не қандай ой келеді, соған байланысты ғана 40 ақпаратты жеткізіп отырады екен. Мысалға, сіздер білесіздер, екіқабат болған кезіңізде жан-жағыңызда екіқабат әйелдер қаптап кетеді. Болмаса сіз жаңағы бір қызыл көйлек іздесеңіз, өңкей қызыл көйлек киген келіншектерді көріп кетесіз. Сол сияқты миыңыз сіздің не ойлайды, соны сіздің подсознаниеңіз мына вселенныйдан сол ақпараттарды сіздің өміріңізге алып келеді. Сондықтан міндетті түрде жаңағы ұлы адамдардың өмірін зерттеп, оны өзіңізге сол ұлы адамның бүкіл сезімін сезініп, бүкіл өмір баянын жаттай бастаған кезде, сіздің өміріңізге де ұлылықтың қалай келгенін байқамай қаласыз. Сіз де сол адамдар сияқты ойлай бастағаныңызды, молодой человек, можно вас? Сіз де сол адамдар сияқты ойлай бастағаныңызды, сіз де бір кездері сондай үлкен шешімдер қабылдай бастағаныңызды байқамай қаласыз. Мысалға, можно вас, молодой человек? Мысалға, енді сіздерге айтқым келеді, Эленора Рузвельт деген Американың бірінші жаңағы ақш-тың президентінің әйелі болғанда, мысалға, Хиллари Клинтонның әйелі қаншама жыл сол Эленора Рузвельтпен ойша сөйлесіп отырған. Үнемі өзінің ойында Эленора Рузвельтпен сөйлесіп, тілдесіп отырып, бір күндері өзінің қалай Американың президентінің әйелі болғанымды білмей қалдым дейді. Бұл үлкен тәсіл, яғни үнемі, мысалға сіз, біз не істейміз? Біз қиналған кезде өзіміздің айналамыздағы адамдардан ғана ақыл кеңес сұраймыз. Ал сіз сол ұлы адамдардан ойша сұрақ қойып, маған шығатын жолды айтшы деп сөйлескен кезде, ол адамдардың кәдімгідей сіз подсознаниеңізға жауап келе бастайды. Сіздің миыңызға сол адамдар айтқан сияқты түрлі ойлар келе бастайды. Бұрын ойламаған тосын ойлар келе бастайды. Осылай сіз өзіңіздің подсознаниеңіздегі кеңістігіңізді аша бастайсыздар. Міндетті түрде бүгінгі тапсырма, яғни өзіңіздің жаңағы өміріңізге қажетті, өзіңізді вдохновлять ететін, өзіңізді шабыттандыратын бір ерекше 2-3 болмаса 2 тұлғаны табыңызда, сол тұлғаның өмір баянын толық зерттеп қарай бастаңыз. Кәдімгідей ол тұлғаның видеоларын ашып қараңыз, ол тұлғаның өмірлерін, айтқан тәлімдерін барлығын қарай бастаңыздар. Енді тағы бір қазір сіздерге ақыл кеңесті айтқым келіп отыр. Осындан бөлек енді бір айтатын дүние, сіздердің мысалға адамзаттың өмірге келуі кездейсоқ емес та. Біз көп жағдайда мына өмірдің құнын біле бермейміз. Осы өмірдің, әрбір сағаттың, әрбір күннің құнын білмегендіктен, яғни біз ол өмірді құр босқа, текке, босқа бір қажетсіз дүниелерге, қажетсіз істерге, қажетсіз өкпе ренішке жұмсаймыз да. Мысалға, сіздің ойлаңызшы, қазақта жеті ата деген түсінік бар да. Ол жеті ата түсінігі жайдан жай емес. Сіздің өмірге келуіңіз үшін,
сіздің өмірге келуіңіздің өзі кездейсоқ емес та. Мысалға біздің ата бабаларымыз қаншама қан кешіп, мысалға сіз білмейсіз жеті атаңызда қандай тарихи оқиғалар болғанын. Бір мүмкін мысалға жеті атаңызда жалғыз бала болып қалды ма екен, бір ұрпағын жалғастыратын ешкім болмай, қаншама қиындықтан өтіп, қаншама аштықтан өтіп, бүгінгі біздің сіздің аталарыңыз арқылы бүгінгі сіз тұрсыз да, қаншама сіздің артыңызда сіздің ата бабаларыңыз тұр. Міне сіздің артыңызда қаншама сіздің ата бабаларыңыз тұр. Сіздің әкеңіз сіздің өмірге әкелген кезде қалай қуанды. Сіздің жаңағы әкеңіз сіздің үлкен адамзат болғаныңызды, өмірден өз орнын тапқаныңызды аңсады. Әкеңіздің әкесі де тура солай аңсады. Сіздің ата бабаларыңыз қаншама өмірдің қиындығынан өтіп, сіз жай ғана өмірге келген адам емессіз. Сіз белгілі бір ұрпақтың қанша жылдан бері ізін жалғастырып отырған адамсыз. Қаншама жылдан бері сіз әйел адам болсаңыз да, ер азамат болсаңыз да, сіз адамзаттың өмірде жаңа көбеюіне, адамзат қаншама ата бабаларыңыздың осы күнге деген аманатын арқалап отырған адамсыз. Сондықтан осы бір қарапайым ғана тәсілді жасасаңыздар, міндетті түрде өзіңіздің ата бабаларыңызды елестетіңіз. Бүгінгі сіздің мысалға өмірден өткен ата бабаларыңызды көз алдыңызға, бүкіл қаншама сіздің бүкіл жаңағы ата бабаларыңызды көз алдыңызға елестетіп отырып, сіздің олардың бүгінгі сіздің жасап жүрген ісіңізге, бүгінгі өміріңізде көңіліңіз толмауына, бүгінгі сіздің жалқаулығыңызға, бүгінгі өміріңіздің босқа өткізіп жатқаны, олар сізге қандай баға берер еді? Тура соларға бетпе-бет, жүзбе-жүз қарап отырып ойланыңыз. Сіз олардың аманатын, яғни олар қаншама жылдардан жылға біз жалғастырып, адамзаттың көбеюі үшін, өзінің ұрпағының көбеюі үшін, олар қаншама жылдан жылға қан төгістен өтті, ашаршылықтан өтті, қаншама қиындықтардан өтіп, олар өзінің ұрпағының көбеюін көкседі. Олар менің ұрпағым жаңағы бақытты өмір сүрсе деп ойлады. Солардың аманатын толық орындай алып жүрсіз ба? Осы нәрсені кәдімгідей ойланып терең сезінсеңіз, бұл сезім сізді орныңыздан тұрғызады. Шын мәнінде ойлаңызшы, сіздің әкеңіз, әкеңіздің әкесі, жеті атаңыз, олардың барлығы қаншама ата әжелеріңіз өмірден өтті, қаншама аналар өмірден өтті. Олардың барлығының алдында сіздің аманатыңыз бар. Сондықтан сіз аманатты арқалап жүрген адамсыз. Өйткені сіз өмірге тектен текке келген жоқсыз. Сіз белгілі бір ұрпақтың ізін жалғастырушысыз. Яғни сіз артыңызға қарағанда, артыңыздағы тарихыңызға қарағанда, солардың алдында сізде қандай сезім болады? Сонда сіз артыңызға қараған кезде құр босқа өмірімді текке өткізіп, мен олардың жаңағы өзімнің ата бабамның жүзін жерге қаратқан жоқпын ба деген сияқты бір адамға бір күлкілі болса да, бірақ өте ұлы сезімдерді, осы сезімдерді ойлансаңыз, сіз кәдімгідей өзіңізден бойыңызға бір күш пайда болады. Яғни сіз жайдан жай емес екеніңіз. Сіз қаншама ұрпақтан ұрпаққа жалғастырушы бір белгілі бір ұрпақтың аманат екеніңізді толық сезініңіз. Енді осыдан бөлек екінші бір тағы бір тәсілді жасасаңыздар да болады. Ол міндетті түрде өзіңіздің балаңызды ойлаңыз. Яғни әрқайсыңыздың балаларыңыз бар деп, жақындарыңыз бар деп ойлаймын. Сондықтан сіз балаларыңызды ойлаған кезде, сіз егер мысалға мына бабалардың аманатын арқалап келдіңіз ғой, сіз есіңізде болсын. Сіз кез келген сіздің балаларыңыз мысалға ұяда не көреді, ұшқанда соны іледі. Егер сіз оларға жалқаулықты, бақытсыз өмірді насихаттап жүрсеңіз, ертең сіздің балаларыңыз да тура сол өмірді ары қарай жалғастырады. Сондықтан осындай бір жауапкершілікті адамзат ретінде толық түйсінсеңіз, сіз жаңағы балаларыңызға қандай өмірді көрсетіп жатсыздар? Олардың да осылай сіз ертең өмірінің осылай өткенін қалайсыз ба? Олардың да сіз ұйықтап, жаңағы өмірге риза болмай, өзінің арман мақсатына жете алмағанын қалайсыз ба? Осыны толық ойланып, кәдімгідей бойыңызға сіңірген кезде, сіздің төбе шашыңыз тік тұрып, жатқан орныңыздан атып тұрасыз. Менің өзімнің жеке басым 3 балам бар. Мен мысалға оларға жарқын өмір болғанын қалаймын. Егер мен үйде жата беретін болсам, егер мен біреулерді өсектейтін болсам, егер мен біреулерге жамандық жасайтын болсам, егер мен біреулерге жаңағы құр босқа уақытымды өлтіретін болсам, оның барлығы менің өмірімнің барлығы балаларыма ұлағат. Осыны көріп отырған балаларым
ертең осы өмірді қайталайды. Яғни мен кез келген уақытта өзімнің балаларым алдындағы жауапкершілікті білем. Сондықтан мен балаларымның өмірінің жарқын болғанын, олардың мақсатына жеткенін қалағандықтан мен өмірімді құр босқа ағызып жібере алмаймын. Мен әр күнімді жауапкершілікпен өткен, әр күнімнің мағынаға толған, мәнге толған, әр күнімнің қуанышпен өрбігенін қалаймын. Осы балаларыңызбен ата-бабаларыңыздың аманатын толық ойланыңыздар. Енді сіздерге естіліп жатса, маған плюс беріп қойсаңыздар, әрі қарай жалғастырамын. Рахмет сіздерге. Енді тағы бір тапсырма. Қалайсыздар сіздерге? Көрініп қояйыншы кішкене. Енді қыздар, рахмет сіздерге. Осы балаларыңызбен ата-бабаларыңыздың аманатын толық ойланыңыздар. Яғни сіз ұрпақтың жалғастырушысыз. Белгілі бір мөлшерде сіздің артыңызда кәдімгідей жіп сияқты қаншама ата-бабаларыңыздың аманатын арқалап келе жатсыздар. Енді сол аманатты сіз өзіңіздің балаларыңызға жеткізуіңіз керек. Сіз дұрыс өмір сүруді, лайықты өмір сүруді, бақытты өмір сүруді сіз балаларыңызға жеткізушісіз. Осындай бір жауапкершілікті ойласаңыз, кәдімгідей өміріңізге серпін береді. Енді тағы бір тапсырма. Бұл кәдімгідей бұны отырып тұрып жасаңыздар. 90 жасқа келдіңіз, яғни 90 жастан астыңыз. 90 жастан асқан өзіңізді ойлаңыз. 90 жастан астыңыз, мысалға, өзіңіздің міндетті түрде бұл өткен жолға 30 жыл өткен сияқты өзіңіздің 90 жастан асқан кәдімгі өміріңізді ойлаңыз. 90 жастан астыңыз, екі картинаны ойлаңыз бұл жерде де. Бір картина 90 жастан астыңыз, бірақ өміріңізде ештеңе тындырған жоқсыз, жаңағы өміріңіз құр босқа, бос әурешілікпен, жалқаулықпен, өмірге деген өкпемен өтіп кетті деп ойлаңыз да. Одан кейін бірден өзіңіздің жаңағы жарқын өмір сүргеніңізді ойлаңыз. Екінші картина ретінде өзіңіздің 90 жасқа келіп, қаншама өміріңізде бүкіл армандаған арманыңызға, бүкіл мақсатыңызға жеттіңіз. Яғни осының бәрін бағындырдыңыз. Сіз қазір мына точкада тұрсаңыз, мына жерде 90 жасқа келдіңіз. 90 жастан астыңыз. Сосын осының бәрін ойлап, өзіңіздің барлық армандарыңызға жеттіңіз. Өміріңіз бақытпен өтті, қуанышты күндер болды. Жаңа өміріңіз сондай жарқын болды. Өзіңіз қалағандай өтті. Балаларыңыздың барлығы дін аман. Сіз оларға жақсы тәлім тәрбие бердіңіз. Өзіңіздің қасыңызда сүйіктіңіз бар. Осының барлығын толық ойланыңыз да, енді 15 жастағы, осы 90 жастағы кезіңіздің атынан, яғни кемелденген, парасатқа жеткен, ақылға жеткен 90 жастағы өзіңіздің атыңыздан 15 жастағы өзіңізге хат жазыңыз. Көп жағдайда біздің 15 жасымызда, біздің өмірімізде көптеген қорқыныштарымыз болады 15 жасымызда. Өзімізге деген сенімсіздік болады. Біздің 15 жасымызда біздің ата-аналарымыз бізге көптеген жаңағы дұрыс ақыл кеңесін бере алмады. Оны бір жамандықпен емес, білместікпен, бір жерлерінде өздері білмегендіктен көптеген ұлағатын бізге бойымызға құйғызамады. 15 жасымызда біз қатты өмірде не істерімізді білмей, қатты қорқыныш бойымызды билеп, бойымызда сенімсіздік болған кездерде бізге мысалға қорған болатын, бізге ақылын айтатын, бізді жаңа құшағына қысатын, өмірдің бәрі жақсы өтетіндігін айтатын сәттерді құр жіберіп алған сәттер болды да өмірімізде. Сондықтан бүгін осы тапсырманы жасап, кәдімгідей отырасыз да, өзіңіздің 15 жасыңызға хат жазасыз. 90 жастағы кезіңізден өзіңіздің 15 жасыңызға хат жазасыз. Сол кезде кәдімгідей осы хатты жазған кезде бойыңызға кәдімгідей күш келеді. Сіз хатты жазып отырған кезде 15 жасыңызға былай жазасыз. Атыңызды жазасыз да, білем, мен сенің, яғни оған сен деген
сен деп обращаться етесіз, яғни сенің өміріңнің үшінші жақта обращаться етесіз, яғни сенің өміріңнің бәрің жақсы болатынына сенем, қорықпа, өміріңнің бәрі қуанышпен өтеді, алдыңнан жақсы күндер күтіп тұр деген сияқты өзіңіздің бойыңыздағы қорқынышты кетіру үшін сіз оған қандай ақыл кеңес айтар едіңіз, қандай сіз оған поддержка берер едіңіз, осының бәрін 15 жастағы кезіңізге хат жазасыз. Содан кейін мына хатты 10 күн жазуыңыз керек. 10 күн қатарынан отырып, өзіңіздің 90 жастан қазіргі сәтіңізге хат жазасыз. 10 күн бойы жазғаннан кейін, сіз кәдімгідей осы хатты 10 күн, 10 түрлі хат жазғаннан кейін, 10 түрлі сәттермен сөйлесіп отырып, өзіңіздің қазіргі сәтіңізге ақыл кеңесіңізді, қазіргі сәтіңізге өзіңіздің поддержкаңызды, қазіргі сәтіңізге өзіңіздің жылы ілтипатыңызды білдіріп, 90 жасыңыздан 10 күн қатарынан хат жазғаннан кейін, бойыңызға құйылатын зор энергияны мен сіздерге сөзбен жеткізіп айтып бере алмаймын. Мен өзім жаздым, 90 жасымды елестете отырып, қазіргі жасыма 10 күн қатарынан хат жазып шықтым. Осы тапсырманы міндетті түрде орындаңыздар. Осы тапсырманы міндетті түрде орындаңыздар. Енді естеріңізде болсын, мына қағиданы миларыңызға сіңіріп қойсаңыздар. Адамдар мысалға мынау мұздан жасалған горка деген қалай еді, Айнұр? Ледяная горка. Мұздан жасалған сырғанақ, яғни сырғанақ деп елестетіңіздер. Егер сіз сол сырғанақтан сәл былай көтерілген кезде, адамдар не істейді? Сырғанақтан көтеріліп келе жатты да, тура осы жерге келген кезде сырғанақтан сіз тоқтап қалсаңыз не істейсіз? Кері қарай сырғанап түсіп кетесіз. Кері қарай өміріңіз қайтадан төменге қарай құлдырап кетеді. Сіз мақсат, мысалға мынау мақсат жоғарыда. Оған жету үшін, мысалға мына сырғанақты елестетіп отырыңыз, өміріңіздің әрбір сәтінде. Мысалға сіз оған жету үшін, сырғанаққа қарай өрмелеу үшін, ең бастысы жоғары қарай өрмелеу үшін керемет адымдар жасау емес, ең басты нәрсе ол тоқтамау. Кішкентай адым жасаңыздар, жоғары қарай тоқтамай көтеріле беру, тоқтамай. Сонда сіз кері қарай сырғанамайсыз, өміріңіз кері қарай кетпейді. Яғни өткен шаққа қайтадан оратылып, қайтадан балшыққа батып, қайтадан өміріңізді өкініш байламайды. Сол үшін күнделікті кішкентай болса да адымдар жасай берсеңіз, сіз мына қалай қарай өмірдің белесін жоғары бағындыра бергеніңізді өзіңіз байқамай қаласыз. Сондықтан міндетті түрде қандай да бір қиын жағдай болса, өміріңізді жаңағы сырғанақты елестетіңіз. Егер мен қазір тоқтасам, егер мен қазір қол қусырсам, егер қазір мен бәріне жынданып қайтадан жатып алсам төсегіме тұрмай, яғни мен құлдырап қайтадан кері кетем. Мен кері кеткім келмейді. Сондықтан бүгін кішкентай болса да бір амал жасап, кішкентай болса да алдыға қарай жылжиын. Яғни кішкентай болса да жылжысам, мен хотя бы мына белесте тұрам. Сосын кейін барып күшімді жинап алғаннан кейін мен алдыға қарай тағы да жылжи берем. Бірақ ең бастысы тоқтамайын деңіз. Осыны миыңызға әбден сіңіріп алыңыз. Қандай да бір қиын жағдай болған кезде, қандай да бір өміріңізде өзіңізге ұнамайтын тұсында кері қарай құлдырап кетпеңіздер, кері қарай. Яғни кішкентай болса да өзіңізді орныңыздан тұрғызып, кішкентай болса да қадамдар жасай беріңіз. Күн сайын бір шамалы болса да қадамдар жасау. Күндердің күнде сіздің өміріңізде мақсатқа қалай жеткеніңізді, өміріңіздің барлық қуанышын қалай бағындырғаныңызды білмей қаласыз. Және тағы бір айтқым келетін дүние, қыздар, міндетті түрде біздің адамдардың ең үлкен, бұл туралы мен үшінші сабақ кезінде тереңірек үңілетін болам. Қазір кішкене айта кетейін, адамдардың ең үлкен қателігі де сол да, мына мақсатқа жеткен кезде ғана бақытты болам дейді. Мақсатқа дейінгі мына жолдарды мән бермейді. Ойының бәрі мақсатта болады. Сондықтан сіздер өздеріңізге мен мақсатқа жеткен кезде ғана бақытты болам деген ойдан алып тастаңыздар. Яғни мақсатқа бара жатқан жол бақытты, осы процесс бақытты. Сондықтан ылғи мен сабақ барысында кеше де айттым, бүгін де айтам, үнемі өмірдің әрбір сәтінен ләззат алуды, өмірдің әрбір сәтіне қуануды ұмытып кетпеңіздер. Тек қана мақсат деп күндіз-түні соны ғана ойласаңыздар, өміріңіз тағы да қасыңыздан өтіп кетеді. Сіз өмірді толық түйсіне алмай қаласыз, өміріңізді толық сезіне алмай қаласыз. Күндердің күнде мақсат деп жүре берсеңіз, қайтадан бір кезге уақыт өткеннен кейін төмен қарай құлдырап жатқаныңызды байқайсыз. Қайтадан сіздің өміріңізде қызық кетіп қалады. Қайтадан сіз депрессияға түскеніңізді байқайсыз. Сондықтан мақсатты ойлайсыз, бірақ айналаңыздағы өмірді ұмытпайсыз.
Бұл туралы мен кеңірек 3-ші сабақта 3-ші күні түсіндіретін боламын. Енді қазір нақты тапсырма сіздерге. Мен кешке жақын тағы шығам эфирге. Бүгін кештеу шығам қыздар. Тағы да жарты сағаттан астам уақытқа шығам. Бүгінгі сіздерге тапсырма, яғни міндетті түрде бүгін 25 істелмеген істердің тізімін жасаңыз. 25 тізім. Яғни адамдардың бойындағы бүкіл күшін, қайратын, орындалмаған істер жейді. Адамның бойындағы әртүрлі энергияның кететін, мысалы мынау адам болса, оның энергиясын өкпе реніш жейді, оның энергиясын негатив жейді. Әртүрлі жағдайлар оның энергиясын сыртқа қарай ағызып жатыр да. Соның ең қатты ағызатын дүниелердің бірі орындалмаған істер, яғни орындалмаған өзіңе берген уәделер, өзгелерге берілген уәделер, орындалмаған істердің барлығы біздің санамызда тұр. Санамыз оның қашан орындалады екен деп біз күнделікті ойламасақ та үнемі ойлап тұрамыз. Сондықтан оның барлығы біздің бойымыздағы энергияны сыртқа ағызып жатыр. Міндетті түрде бүгін өзіңіздің 25 тізім жасайсыз. 25 тізімге, яғни өзіңіздің 25 жаңағы орындалмаған ісіңіздің тізімін жасайсыз. Бірінші, мысалға, көршінің ақшасын қайтару, білмеймін. Мысалға, пәленнің көңіл күйін сұрау, түгенге ауруханаға бару, түгеншенің шаруасын тындырып беру деген сияқты. Бүгін, мысалға, өзіме жаңағы жаттығуымды жасау, жаңағы өзіңізге істейім деп үнемі кейінге ысыра берген 25 ісіңіздің тізімін жасап шығасызды. Міндетті түрде, мысалға, менің мысалға бір мынандай ісім барды. Мен Әлия деген мысалға құрбым жақында босанды, үнемі барам деймін, бірақ уақытым шыға бермейді. Әлияға бару, мысалға, менде Әлияға бару. Перзентханада бала босанды. Енді осыны жазғаннан кейін міндетті түрде осыған уақыт қоясыздар. Егер сіз уақыт қоймасаңыз, бұл істеріңізді күндердің күнде әлі де шегеріп жүре беруіңіз мүмкін. Әлияға бару, мысалға, 1 сәуір, яғни 1 сәуір мен Әлияға барам. 2-ші, тағы мынандай, мысалға, пәленшенің қарызын беру, одан кейін оған 3 сәуір. 4-ші, мысалға, тағы қандай істеріңіз бар орындалмаған. Мысалға, көлігімді сату, көлігіңді сатқыңыз келіп жүр ме? Көлігімді сату, оның мысалға 15 сәуір. Сөйтіп барлық істердің міндетті түрде орындалатын күнін жазасыздар. Орындалатын күн жазғаннан кейін, ол орындалғаннан кейін осылай белгі қоясыздар. Осылай 25 ісіңізді жасаған кездегі сіз оны бітіріп барлық мына белгілерді қойып шыққаннан кейінгі сіздің бойыңызға құйылатын энергия, сіздің бойыңызға құйылатын күш кәдімгідей қуат береді. Сіз кәдімгідей мен қаншама істі тындырып тастадым ғой деп ойлайсыздар. Ал осының барлығын кейінге шегере беру, әйтеуір бір күні істейміз деген ой сіздің керісінше бойыңыздағы өзіңізге деген сенімсіздікті азайтып, керісінше өзіңізге деген құрметті азайтады. Сондықтан бүгін міндетті түрде осы тапсырманы орындаңыздар, яғни орындалмаған істеріңіздің тізімін жасап, және ол тізімнің міндетті түрде істейтін уақытыңызды қойып шығыңыздар. Міндетті түрде істейтін уақытыңызды қойып шығыңыздар. Қыздар, сіздерге көрініп жатыр ма барлығы? Осымен 30 минут бітті. Қыздар, мен бүгін кешкісін шығамын сіздерге. Тағы да тапсырмалар беремін. Уайымдамаңыздар, мен сіздерді құрметтеймін, жақсы көрем. Жизнь прекрасна, қыздар, жалқаулықты бәріміз бірге жеңеміз. Өмір керемет. Осы жеңген кездеріңізде, белгілі бір нәтижеге жеткен кездеріңізде сіздердің қуаныштарыңызды, хаттарыңызды алсам, Мақпал, менің өмірім өзгерді деген сіздерден бір хабарлама алсам, мен қатты қуанар едім. Өйткені сіздерге айта отырып, сіздерге жеткізе отырып, менің өзім де өсіп келем. Сіздерге үлкен рахмет, сіздерді құрметтеймін, барлығыңызды жақсы көрем. Сондықтан кешке жақын тағы да шығам. Сау сәлематта болыңыздар. Әзірге тапсырмаларды жазып алыңыздар. Сабақты қайтадан қарап шығыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.